сүйінші. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер осы хабарды соңына дейін білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнаға жазыла кетіңіз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Синоптиктер 25-27 сәуірде ауа райы қандай болатыны туралы болжам жасады. Қазгидромет мәліметінше, алдағы тәуліктерде атмосфералық бөліктердің өтуімен республиканың батысында, оңтүстігінде, солтүстік облыстарында жаңбыр жауады. Оңтүстік шығыста түнде жауын-шашын болады. Елдің қалған бөлігі батыс антициклонның ықпалында болып, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республика бойынша тұман күтіледі. Батыста және оңтүстік облыстарда жел күшейіп, күн күркіреп, шаңды дауыл тұрады. Солтүстік батыста, солтүстікте және елдің орталығында 20-27 градусқа дейін, шығыста 15-23 градусқа дейін, оңтүстікте 25-33 градусқа дейін. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.